Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен тары мен пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен осылай ыдысымызға сары май және шоколадты май, менде сіздер тек қана сары май қоссаңыздар да болады. Жұмыртқа, секер қосып араластырып аламыз. Ұнымызға 1 шай қасық разрыхлитель қосып аламыз. Менде катанидікі. Ұнның 1 бөлігін осылай араластырып аламыз. Одан соң екінші бөлігін салып, біркелкі жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырымыз осындай жұмсақ болуы керек. Одан соң формамызға орналастырып аламыз. Тегістеп осылай салып, және де үстіндегі основасын дайындаймыз. Жұмыртқа, секер қосамыз. Венчикпен араластырсаңыздар да болады. Мен де осы миксердің венчигімен араластырдым. Үстінен сгущенка. Осылай видеодағыдай араластырып аламыз. Қаймақ қосамыз. Тарыны жақсылап жуып аламыз. Ысы сүтке салып аламыз 15-20 минутқа. Үстінен кукурузный крахмал 2 ас қасық қостым. Барлығын араластырып аламыз. Одан соң үстіне ысы сүтте тұрған тарымызды саламыз. Араластырып, осылай тура видеодағыдай осылай құйып аламыз үстінен. Және де пирогымыз әдемі болып пісіп шығу үшін видеодағыдай осылай жандарын тегістеп аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Осы видеоға лайк басып және комментарий жазып кетсеңіздер жақсы болар еді. Келесі видеода көріскенше сау саламатты болыңыздар.